Балашаға не істеп жатсыңдар? Телевизор көріп жатыр. Телевизор көріп жатсыңдар ма? Айтпақшы, Ернар бар ма мына жерде? Ернар, мына жерде сенің шкафың ба? Мынау сенің шкафың ба, Ернар? Неге үнемі осы киімдерің шашылады да жатады? Сенің мына киімдеріңнің бәрін жинашы дұрыстап, шашылады да жатады. Қашан көрсең де, мына қара ойыншықтардың бәрін салып тастапты мына же. Мына не жапсырып тастаған мынаның ішіне? Мына ойыншықтардың бәрін неменеге салып алғансың, Ернар? Өстіп салып қоймайын шкафтардың ішіне. Мына жақтағы киімдердің бәрін жинаңдаршы. Мына жақ ужас. Мына жақтағы киімдерді сала салыпты. Қалай болса солай. Давай тұр, жина ана киімдерді. Ой, мама, жинамай қойыңызшы. Неге жинамайсың ана киімдерді? Кім жинайды сонда не? Мен жинайын ба не? Ернар, уайымдама, біз саған көмектесеміз. Көмектесеміз дейді. Ағаларың да көмектеседі. Бар, жинап тастаңдаршы, тез жинап тастаңдаршы. Үнемі шашады да тастайды. Ағалар көмектескендеріңе рахмет. Ол қазір жақынға шо. Ернар, сен күнде жинап жүрсең, бүйтіп шашылып жатпайды. Әрбір орнын білесің ғой. Біз деген өзіміздікін жинаймыз, қақта тұрғанын білеміз. Жарайды, істейм соны. Өйтіп шашпа, яма. Ойыншықтарында да о жерге салып қойма, бір жерге тұрып қой. Жарайды. Ағалар көмектескендеріңе рахмет. Қазір жоқ. Ернар, мына қалпақ сенікі ма? Білмеймін. Қазір мамадан сұрақ көреміз. Мама. Не болды? Не істедіңдер, жинап болдыңдар ма? Бәрің жабылып кеттіңдер ма? Не істедіңдер? Бір шкафты жинау үшін. Неше адам болып жинадыңдар? 3 адам болып. Айсел жинаған жоқ па не? Жинады. 4 адам болып жинадық десе не дейсің? Мына қалпақ кімдікі? Ернардың қалпағы емес па? Мен білмеймін, мен қалпағыма ұқсамайды екен. Алы сенікі ма? Жоқ. Қош, осы үйдің қалпағы шығар ма? Ернардың шкафынан шықты, Ернардікі шығар. Ернар жинап қой әдемілеп. Так, мен тамақ істеуге кірсем, сендер мына жерді жинап болсаңдар, ана көрпешелерді дұрыстап реттеңдер, мақұл ма? Жарайды, білмеймін, мынаны шкафқа сақ қойсам, сақ қояйын. Сәлем, достым. Кім сөйлеген? Кім сөйледі, Ернар, сен ба? Жоқ, мен емеспін, білмеймін. Айсел, сен емессің ба? Бұл мен ғой сөйлеп тұрған, қалпақ. Қалпақ сөйлей ма не? Жоқ, негізі сөйлемейді. Мен жай қалпақ емес, сиқырлы қалпақпын. Сондықтан сөйлеп тұрмын. Сиқырлы қалпақ? Я, сиқырлы қалпақпын. Неменеге шулап кеттіңдер? Кім келді? Біреу келді ма? Неғып сөйлеп кеттіңдер қатты? Жай балқия әнін айтып отқанбыз ғой. Ән айтып отырмыз? Ән айтып отқандарың естіліп отқан жоқ қой, бірақ сөйлесіп отқан сияқтысыңдар. Қайтып? Балқия деп. Сөйлесіп. Айсүлек, біреу келді ма үйге? Келді ма? Кім келді? Не ол? Бұл қалпақ не ортаға алып алып отырсыңдар? Ана, сендердің қалпақтарың болмаса ше, әкеліңдерші маған, мен мусорға тастай салайын. Жоқ, бізге керек болып қалды. Керек болып қалды ма? Сенікі ме екен, Ернар, есіңе түсті ма? Есіңе түссе, онда шкафыңа салып қой. Егер естеріңе түспесе, маған бере салыңдар, мен мусорға тастай саламын. Жоқ, мама, бізге керек. Бұл қалпақ күшті екен. Күшті екен дейді? Білмеймін, Қалпақ, сен шынымен де сиқырлысың ба? Өзің жылтырап тұрсың ғой? Егер сиқырлымын десең, дәлелдеші. Қандай сиқырың бар, сиқырлы қалпақ? Мен сендердің кез келген армандарыңды орындай аламын. Ол үшін қалпақты киіп, көздеріңді жұмып, армандаңдар. Сол кезде барлық орындалады. Мен қалпағым ғой, мен бірінші тілек орындаймын. Қандай тілек айтсам екен? Сиқырлы қалпақ, ендеше бізді үлкен шыршаға апар. Ернар, сенің қалпағың шынымен мықты екен. Барып ойнап алайық.
ойнап болдық қой әйтеуір. Мама бізді іздеп отқан шығар. Ена жүр кеттік, қайтайық. Көздеріңді жұмыңдар. Ена сиқырлы қалпағыңа айт. Бізді тездетіп Үйге жіберсін. Иә, жеткізсін. Ал 1, 2, 3. Мә, күшті йогаға барып, қыдырып қайттық. Ена, мына сиқырлы қалпақ шын екен, Күшті екен. Тағы қандай тілектер айтсақ болады екен, Енді мен айтайыншы, Ернар. Қандай арман айтсам болады екен? Давай, адам жоқ. Айдалаға барып көрейік та. Жарайды, бар көрейік, жүріңдер. Істеріңізде қазір Что-то балалар тып-тыныш жоқ қалды ғой, қайға кетіп қалды? Қайда кетіп қалды? Жаңа киім жинап отқан сияқты еді ғой. Шонти, Мағжан, Ернар, қайдасыңдар? Мамам дауысы шығып жатыр ма? Ернар, тез! Мамам дауысы шығып жатыр, тез! Мама бізді шақырып отқан жоқ. Сіз сиқырлы қалпақ айтшы, бізді үйге жіберсін деп. Көздеріңді жұмыңдар. Ернар, қалпағың күшті екен, айдалада да. Адам жоқ жерде де ойнауға болады екен ғой. Күшті ойнап қайттық, күшті айдала деген. Мына жақтың бәрінде жоқ қой, қайға кетіп қалған? Сендер қашан келдіңдер? Бағана отырып қой, бағанадан бері. Дәл осы жерде отырсыңдар ма? Мен жаңа ғана өттім ғой, мына жерде сендер. Сіз дұрыс көрген жоқсыз ба? Айсе, сен жаңа осы жерде отырдың ба? Осы жерде отырдың ба? Мә, әлде мен шатастым ба? Жарайды, не істеп жатсың? Қараған жоқсыз ба? Мен дәл осы жерден өттім, бірақ мына жерден өттім да, сендер жоқ болғасын, былай қарай кетіп қалдым. Сендер точно осы жерде отырдыңдар ма? Мен қателестім ба? Жарайды, не ойнап жатсыңдар? Тып-тыныш болып қалдыңдар ма? Тығылыспа ойнап отқан. Тығылмашақ ойнап жатсыңдар ма? Жарайды. Ма ойнай тұрыңдар. Не осы жерде ғана отырасыңдар ма? Ана жаққа қарай барып ойнамайсыңдар ма? Осы жерде отқан ұнайды. Осы жерде отқан ұнай ма? Жарайды, онда ойнай беріңдер, жалғастырып. Мама, біліп қоя жаздады ғой. Енді далаға шықсақ, точно біліп қоядыңды ғой. Енді қандай арман айтсақ болады екен? Үйден шықпайтын, үйде істейтін. Қандай арман айтамыз? Маған бір идея келді. Давай біз балмұздақ жейік та? Мама біліп қояды ғой.
қазір дала қыс. Ауырып қаламыз ғой. Жоқ, мен мороженое жегім кеп тұр, жей берекші мороженое. Сендерді жегім кеп тұрған жоқ па? Мен де жегім кеп тұр, сен не? Давай, Ернар, сен де жегім кеп тұр ма? Мен. Онда сиқырлы қалпақ айтшы. Сиқырлы қалпақ бізге мороженое әкеп берші. Тоқта. Мама біліп қояды ғой. Давай, Ернар, сен бүйтіп айт сиқырлы қалпаққа. Сиқырлы қалпақ, біз көрінбей қалып қалайық дейсің. Сосын біз көрінбей қалып мороженое жейміз. Қане, көздеріңді жұмыңдар. Сосын мороженейді жеп болғаннан қайтадан көрінеміз. Солай, Ернар, сөйтіп айтшы. Кеттік. Басыңа қалпақты кие ғой. Енді соны көздеріңді жұмыңдар. Мороженое! Жеп алайық біз, мама келмей тұрған кезде. Шонти, Мағжан. Тағы да жоқ па мына жерде? Қайға кетіп қалған? Уф, шаршап кеттім ғой. Менімен тығылмашақ ойнап жүрсіңдер ма? Шонти, Мағжан, шығыңдар тез. Қаяқтасыңдар сендер? Қайға кетіп қалдың олар? Тезірек жеп қоя аламын. Қайда кетіп қалдыңдар? Шығыңдар тез. Болды, мен тойдым. Жаңағыда тығылмашақтан шыға беріңдер. Қаяқтасыңдар? Мына жерде ғана отыр еді, жаңа осы жерде ғана отыр еді. Тағы кетіп қалған нес? Қаяқтасыңдар? Көрдіңдер ма? Енді мама бізді көрмейді. Кухняға барып мороженемізді жеп алайық. Жарайды, кеттік. Ернар, сен сиқырлы қалпағың күшті ғой. Мороженое келеді. Қай кетіп қала береді олар? Жаңа ғана мына жерде отырып, қайтадан кетіп қалыпты. Қазір осыдан келсін, менше жандарын шығарам. Ана Шонтидің жанын шығарам бірінші. Үйдің үлкен емес па, неге айтпайды інілеріне? Тығылмашақтарыңды ойнап болыңдар, қазір шығыңдар осыдан тығылып, сосын барып мен сендерге көрсетем. Мен вообще айтқандарын тыңдамаймын енді. Ашуланып отырмын. Мен мына жерде мусорлар көп кел деп айтайын десем, ешқайсысы жоқ. Жаңа ғана мына жерде шкаф жинап отқан ғой. Қайға кетіп қала береді. Ана Айсешка қайға кетіп қалды сонда. Балықтан мороженое жеп болдыңдар ма? Айсешен мороженое жеуің қиын екен. Давай, Ернар, мама, анау пиязды турап болған кезде, турап болды ғой, тездетіп қалпаққа айтшы. Қалпақ бізді көрінетіндей қылшы, тездетіп айтшы. Сиқырлы қалпақ енді бізді қайтадан көрінетіндей болғыз. Жарайды, көздеріңді жұмыңдар. Келдік, енді көрінеміз болды. Өздерінше тығылмаша ойнап жүр ма? Қазір келсін осыдан тағы жанды. Ей, сендер қайдан келдіңдер? Біз отырмыз ғой үш жерде. Тұра тұр. Сендер жаңа жоқ едіңдер ғой сендер. Сендер жаңа мен кухняда бір өзім едім ғой, сендер қайда? Үш жерде отырмыз ғой. Тұра тұр, сендер мен ақымақ қып тұрған жоқсыңдар ма? Жоқ. Қалай сонда жаңа ғана сендер жоқ едіңдер? Жаңа ғана мен бір өзім отыр едім. Сендер бүгіндікке мен ақымақ қылдыңдар ше, біресе бар боласыңдар, біресе жоқ боласыңдар. Тұра тұр, мен түсінбей тұрмын. Не болып кетті өзі? Мама, біз дейтінше сіз артқа қарап тұрған кезде столдың астына кіріп кеттік қой. Столдың астынан шықтыңдар ма? Бәсе, қалай деп қойым, жаңа ғана жоқ еді, мен ғана отыр едім, не болып кетті деп қойым ғой. Тұрған ғой. Осының астында. Бәсе, сөйтіп айтсаңдар, қорқып кеттім ғой мен, өзім бірдеңе болып қалды ма маған, мен көзім көрмейтін болып кетті ма деп қорқып кеттім ғой. Ой, құдай, сондай ма? Бүгіндікке бірақ сендер мен шаршаттыңдар, бірсе бар боласыңдар, бірсе жоқ боласыңдар, түсінбей қалып жатырмын ғой. Ернар, сенің сиқырлы қалпағың мықты екен. Жарайды, қоймасын.